Assalomu alaykum. Mercedes Sprinter. Sanyong motor 2.9 dizel. Olsun переделка жасаймыз gaz benzinga. Intercooler жоқ екен. Intercooler қоямыз, обязательно intercooler керек. Қазір шашып бастадық бұны. Қазір бір от алдырайық, дауысын естейік. Oldu içine gir. Машинамыз мотор жағы полностью дайын болды. Катушка приоранка, газель дроссель, холостой ход газель, коленвал датчик газельдікі, мына жерде тұр. Аппаратта ештеңе жоқ, тек рассвидал датчик бар аппаратта. Форсунка, обратка клапан бензиндікі и фильтр, блов, воздухын шығарып отырады. 3-ші поколение редуктор, 3 қойдық бұған, 4 қойса да болады негіз. SP Tronic компьютер, жаңа компьютер. SP Tronic. Электронный дроссель заслонка, электронный педаль, жалғаса болады. Онлайн настройка істейміз. Қазір бұл жерде жұмысы, проводкада жұмысы қалды. Проводканы жалғауымыз керек. Өйстіп проводка четко қылып жиналынады. Жақсылап әдемілеп, термоусадка, изоленталармен. Зато бір жылға қызмет жасайды да мұны. Бір жылға жүріп береді проводкада. Осылай. Осын жалғабасақ проводкасын жалғап барып киноот алдырамыз и ары қарай настройкасын бастаймыз ғой. Машинаны онлайн настройкаға шығардық. Біз машинамыз от алып тұр. Чисто бензинмен от алып тұр қазір. Лямдозон жалғанған. Көп жабасың. Қат жаппай қой. Қазір лямдозон. Смес көрсетіп тұр. Дәген өзі мұны настройкасын істеп жатыр. Қазір дайын болғасын. Жүріп отырып түсіреміз. Проводкаларын бәрін жалғап қойдық. Онлайн прошивка толығымен бітті. Қазір лямдозондарды шешіп аламыз. Осы газ бензин болды. 3-ші поколение газ. 4 қойса да болады. 3-те де жүреді. 3 простой болады да, 4-ке қарағанда. Осы 100% бензинмен жүреді. Без проблем. Мынау дат. Аптачик. Кәдімгідей настройка болады компьютерде. Бір настройка істеп қоямыз, болды, как заводскойда настройка қалады. Ол айып кетпейді. Заводской бойынша қалады. Енді бір жағдайлар болып қалса, бір датчик істемей қалса, сол кезде настройкадан неден көрсе, диагностикадан көрсе болады.
Қазір отырып көрсетейін. Вот алды. Мына 14-5, сәл қызғасын 14-7, 14-6 болып тұрады. Одан оталып тұрғанда одан көп болмау керек, аз болмау керек. Газ басқан кезде, міне мысалы газ басамын да газымын. 12-ге дейін түсу керек. Одан аз болып кетсе, богатый болып кетеді. 14-5, 14-6 мысалға ол нормаль нормада. 17-18-ге болып кетсе, ол бедный смесь болып кетеді. Қазір проводкаларын бәрін жалғауым керек, газдың кнопкасын жалғауым керек, бензонасос өшетіндей қылып, бәрін жалғап беруім керек қазір. Сол ғана жұмыс қалды. Моторын істеу. Как положено, предохранительмен. Су кірмейтіндей қылып мына жерге қоятын болдық. Осы жер әдемі тұратын болды. Қазір мыналар жалғап болғаннан кейін айдап көрсетем. И сонымен машинамыз дайын болады.